Кейде мынандай сұрақтар келеді. Осы нәпсі құрғырдан қалай құтылсам болады деген сұрақтар келеді. Құрметті қажекелер, бұл нәпсіден құтыла алмайсыз. Бұл нәпсі біздің бір ағзамыз секілді ол. Мысалы, аяқсыз қалай жүруге болады деген сұрақ қойылмайды ғой. Или құлақсыз қалай естісем болады деп айтпайсыз ғой. Сол сияқты нәпсі, бұны пайдалансаңыз, бұл сізге шабыт беретін бір ағза ғой ол. Сол нәпсі бізді қызықтырады бір нәрсеге. Нәпсі қызықтырып, омыраға алып келді міне. Нәпсі қызықтырып, кәсіппен айналыстырады. Бұл нәпсіні пайдалансаңыз, бұл жақсы сізге көмектеседі. Мотивация дейміз ғой. Сол нәпсі сіздің мотивацияңыз. Сізді шабыт беріп отырады, оятып отырады, қызықтырып отырады. Көрсей, барсай, істесей деп тұрады сізге. А ол нәпсіді біз осылай руханиятпен, тақуалықпен, біліммен нәпсіні қазір басқармасақ, онда нәпсі бізді басқарады.